Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге тауық қанаттарын маринадтап, осылай пеште қызартып, әдемі пісірудің жолын көрсетемін. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қанаттарымызды жақсылап жуып аламыз. Осылай ұштарын алып тастаймыз. Одан кейін тұз және паприканы, шашлыкке арналған дәмдеуіш пен қара және қызыл бұрышты, 1 ас қасық қызанақ пастасы, 2 ас қасық майонез және 4 ас қасық сұйық майды саламыз. Төрт немесе 5 дана сарымсақты үккіштен өткізіп саламыз. Енді барлығын жақсылап қолымызбен араластырамыз. Бетін пленкамен жауып, 2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. 2 сағат уақыт өткеннен кейін формамызды аздап майлап, қанаттарымызды тізіп шығамыз. 200 градус қызып тұрған пеште 40 минут пісіріп аламыз. Міне тауық қанаттарымыз пісіп шықты. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ас болсын.